Қайырлы күн достар, сіздермен сұлы ботқасының пайдасы және зияны туралы айтатын боламыз. Кез келген диетолог сұлы жармасының пайдасы жайлы айтады. Ол құрамындағы баяу көмірсулар мен жасұнықтардың жоғары мөлшерімен ерекшеленеді. Сондықтан таңғы асқа жеу ұсынылады. Одан кейін ұзақ уақыт тойып жүресіз. Сондай-ақ сұлы жармасы өсімдік ақуыздарына, дәрумендер мен минералдарға, марганец, магний, мырыш және В тобының бірнеше дәруменіне бай. Бұл элементтер ағзаны қажетімен қамтамасыз етіп қана қоймай, жүрек қан тамыры ауруынан алдын алады. Бастысы қанша жейтініңізді бақылаңыз. Мысалы 30 грамм құрғақ сұлы суға қайнаған соң бір тәрелке ботқаға айналады. Біразға дейін тоқ жүруге осы мөлшер жеткілікті. Сұлы жармасы бақыт гормоны серотониннің бөлінуіне ықпал етеді. Сондықтан таңертең бір тәрелке сұлы жармасының ботқасын жеу ағзаны құнарландырып қана қоймай, жақсы көңіл күймен де қамтамасыз етеді. Егер таңертең ботқа пісіруге уақытыңыз болмаса, кешкісін сұлы жармасын табиғи йогуртпен араластырып, оған жеміс-жидектер немесе жаңғақтар қосып, мүйіз, банан, түрлі жеміс-жидектер қосып тоңазтқа салып қоюға болады. Сол секілді пайдалы сұлы жармасының өзінде фитин қышқылы бар. Бұл қышқыл сүйек тінінен кальцийді жуып шығады. Кальций сұлы ботқасында да болғанмен фитин қышқылы оны ағзаға сіңгізбейді. Сұлы жармасын әсіресе сүйегі толықтай қалыптаспаған балалар мен жасы ұлғайған кісілерге күнде жеу ұсынылмайды. Дәрігерлер сұлы ботқасын басқа ботқалармен немесе басқа да тағаммен ауыстырып тұруға кеңес береді. Құрметті достар, сіздерге осы кеңесіміз пайдалы болып жатса, менің каналыма жазылып тұрыңыздар. Түрлі пайдалы кеңестермен және рецепттермен бөлісетін боламыз.